Жеміс ағаштарын кесуден кейінгі маңызды әрекеттер. Көктемде, ерте көктемде жеміс ағаштарына кесу жасадық. Міне қарап тұрсақ, әрбір бұтақты қажетті бұтақтарды қалдырдық, керегін кестік, қажет емесін алып тастадық. Енді мына жерде бір бұтақты мысалға алып қарайтын болсақ, мына жерде ұшы қырқылғаннан кейін бұл қандай бұл жерде әрекет болып жатыр, қандай реакция болып жатыр бұл ағаш жағынан. Жанынан былай қарай бұтақ кетіп жатыр міне. Одан кейін ұш жағынан міне сыртқа қараған бүрішке кесілді. Одан бір бұтақ жоғарыға кетіп жатыр. Одан кейін мынау біреуі ішке кетіп жатыр. Енді мынау көлденеңінен кеткен ол жақсы өсіп жатыр, оған біз тиіспейміз. Енді мына үш жағындағы мына екі бұтақ бұл дұрыс емес. Оның біз біреуін сындырып тастауымыз керек, немесе қысқартып тастауымыз керек, бірдеңе жасау керек. Өйткені мынау екеуі тұрған, бізде айтады ғой, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деп. Мынау тұрғанда сонда екі қошқар мынау. Егер де осы екеуін бірдей қалдыра берсек біз, екеуі де бір-біріне кедергі жасайды. Мынау мынаған жеміс бергізбейді, мынау мынаған жеміс бергізбейді. Өйткені не істейді? Бір-біріне көлеңке жасайды бұлар. Көлеңке болған жерде жеміс бүршіктері салынбайды. Сондықтан да екеуі бір-біріне кедергі жасамау үшін мынаның біреуін алып тастауымыз керек. Қарап тұрсақ, міне мынау өте мықты, ішке қарап өскен, мына екеуі бірдей бәсекелес. Бәсекелестің біреуін алып тастаймыз міне. Осы кезде алсақ, бұл оңай. Егер де біз бұны алмасақ, келесі көктемде бұны қайшымен, осы жерден секатормен қиямыз. Ол жуандайды, кәдімгідей көктемге дейін жуандайды. Мынау бір апта ішінде өскен ұзындық міне 20 сантиметрге таяп қалды. Ал енді күзге дейін қанша болатынын өздеріңіз ойлай беріңіздер. Сол кезде мына күзде келесі көктемде алып тастау керек болады. Сол кезде бұл жерге үлкен жара саламыз. Ал енді дәл қазір алып тастаған кезде бұл жерде жараның орны тез бітіп кетеді. Мынаны 1-2 күнде ақ мынау жабылып, кейін жара орны жабылып жақсы болып кетеді. Мынау үш жағындағысын мынаны қалдыра береміз енді. Сондықтан да осы нәрселерді мына жеміс ағаштарын кескеннен кейін көктем аяғында, жаздың басында жасаған кезде осы жақсы өзінің әсерін береді. Осылай жасаған кезде мына жеміс ағашының күшін біз көп алып қоймаймыз. Өйткені енді өсіп жатқан кезде сындырған дұрыс па, әлде мынаны көктемде, келесі көктемде мынау дәу болып өсіп кеткеннен кейін алған дұрыс па? Келесі көктемде алатын болсақ, ол кезде жеміс ағашы көп күшін жұмсайды, ол бұтақты біз алып тастағаннан кейін біз көп зиян береміз. Сондықтан да осыны жаз кезінде осыны сындырып тастаған дұрыс. Ал енді кейбіреулер тиіспейді, келесі көктемде де алмайды. Ол кезде ол жеміс ағаштары дұрыс жеміс бермей жатады. Сол әрекеттерге міне мән береміз. Бір бұтағын алып тастадық, тағы да мысалдар көп мына жерде. Міне бұтақ шығып тұр, міне мынау кесілді. Одан кейін қарасақ, тағы да мына қосарланған бұтақтар тарады. Екеуінде өсу күші бірдей. Не істейміз? Мынаусын сындырамыз, мынаны қалдырамыз. Егер де мына жерден көлденеңінен бұлай өскен бұтақтар болса, оларға тиіспейміз. Мына жерде де бар міне, көлденең кеткендер бар. Біз мына ішке қарай тігінен кеткен. Тігінен бір бұтақ қана қалдыруымыз қажет. Жетекшіні ғана қалдыруымыз қажет. Әрбір бұтақтың өзінің жетекшісін қалдырамыз. Екі жетекші болса, бұл болмайды. Ол әлгінде айтқандай екі қошқар болып кетеді. Мынаны да алып тастадық, мына екеу болып тұрады, біреуін алып тастадық. Міне осындай әрекеттерді осындай әрекеттер жасау өте маңызды. Бұл қазір жасау ол түкке де тұрмайды, кішкене ғана нені сындырамыз. Бірақ та ол жеміс ағашына өте тамаша пайдасын береді. Қараңыздар, сол әрекеттер жасалғаннан кейін қандай мына жерде қалай жеміс беру, қандай жеміс. Кез келген бұтақты қараңыздар, толған жеміс міне. Жеміс қалай салынып жатыр. Өйткені бұл жерге күн сәулесі жақсы түсіп тұр. Бәсекелес бұтақтар жоқ бұл жерде ешқандай. Кез келген бұтақты қарасаңыздар, бәсекелес болатын бұтақтар жоқ. Әрбір бұтақ жетекке дара, өзінің жетекшісі таңдалған. Және жанына қарай кеткен бұтақтар, міне, бәсең өсетін, жанына қарай кеткен ғана бұтақтар тұр бұл жерде. Жетекші біреу ғана. Сондықтан мына күн сәулесінің түсуі тамаша, одан кейін мына гүлдік бүршіктерінің салынуы тамаша, және де міне жемістерінің де салынуы тамаша. Мынау шықты міне, мықты бұтақ, жетекші.
мынау жарысты жетекші болуға қараңыздар. Жуандығы бірдей. Не істедік? Оны өте қысқа қылып алып тастадық. Мына жетекшіні биіктетіп жібердік. Сол кезде мынау не қылды? Мынау артта қалып қалды. Жарыс алмай қалды. Одан кейін не істеді? Маған өсу қажет емес екен деді да, бұл жеміске кіріп кетті. Міне. Ол жетекшінің бәрін сындыра беру қажет емес. Егер де мынандай тігінен шыққан болса сындырамыз. Ал енді жанынан былай көлденеңінен өскен болса, оны қалдырамыз. Ол да жеміс береді. Әрбір бұтақты қарасаңыздар сондай жағдай. Міне. Бұтақтар былай қарағанда жіңішке көрінуі мүмкін, бірақ та ол жас болса да, бұлардың бәрі жеміске толы болып тұр. Міне. Жетекшісі жалғыз ұш жағында, қалған бұтақтары ешқандай бәсекелес жоқ, бір-біріне көлеңке түсіру жоқ. Жеміс салу тамаша. Осы әрекеттерді жасау керек. Не үшін жасауды міне түсіндіріп тұрмын. Әрбір бұтақ міне бұл енді жас алма ағашы бұл. Бірақ та жеміс салуын өздеріңіз көріп тұрсыздар, қандай закладка дейді ғой, мынаның бәрі міне жеміс. Осындай әрекеттерді жасаймыз. Бұл жерде ешқандай бір-біріне кедергі жасайтын бұтақтар жоқ. Бір-біріне күн сәулесіне және де өсуіне кедергі жасаушы бұтақтар жоқ. Мына жерде келесі мысалда да ең бірінші болып үш жағына қараймыз. Міне үш жағындағы екіншісін алып тастадық. Бір жетекшіні қалдырдық. Ол бәрінен биік тұру керек. Онымен таласатын, онымен өсу күші бірдей ешқандай болмау керек. Одан кейін былай қарай төмен қараған кезде, мынандай ішке қарап өскендерді де кішкене тәртіпке келдіріп қойсақ болады. Мына ішке қарап өсіп жатыр ғой, мынау. Қатты биік деген сайын мыналарға көлеңкесін түсіреді. Күн мына жақтан түседі. Сондықтан да мына бұтақтарға күн сәулесі жақсы түсу үшін, мына ішке қараған бұтақтарды оларды да тәртіпке келтіріп қоямыз. Біз ішке қарады екен деп оның бәрін толық алып тастай бермейміз. Үш жағын тәртіпке келтіріп қоюдың өзі жеткілікті. Мына жерде де дәл солай. Міне үш жағын сындырып қойдық. Мына енді өсуді жалғастырушы бұтақ. Мына жерге бұған тиіспейміз, кете береді. Міне бірінші бұтақты қалдырамыз. Ұшы міне бүтін, ол өсіп жатыр. Оған таласу үшін мына жерден бұтақты сындырамыз. Одан төмен бұтақтардың ұштарын ғана аламыз. Міне ұштарын аламыз. Осы әрекеттер жасалған кезде жеміс ағаштарының бүршіктер, мына жерде бүршіктер қалыптасады, солар гүл бүршік болып қалыптасады. Күн жақсы түседі бұл жерге. Күн сәулесі бұл жеміс ағаштары үшін өте маңызды. Келесі бұтақтың ұшы да міне екеуі тарап жатыр. Екеуі тарап жатыр. Біреуін алып тастадық. Одан кейін төмен қарай кеттік. Бәсекелесті алып тастағаннан кейін одан төменгілерді ұштарын ғана сындырамыз. Мынаңда ұшын ғана сындырамыз. Сол кезде міне жетекші биіктей береді. Одан сайын жетекші биіктейді, мыналар артта қалып қалады. Бұлар енді өсуге жол бермегеннен кейін не істейді? Мына жерден бүршіктер қалыптастырып, олар гүлге айналады. Сондай қысқаша бүгін мәлімет түсінікті болды деген ойдамын. Арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.